бата бәріне айналайын. Бәріне қыдырдары бақ болсын. Қызықшылауларында болсын. Бақытты болыңдар. Жанұяларында бақытты болыңдар. Баланы жақсы тәрбиелеңдер баланы. Баланы қазақ өнеріне үйретіңдер. Қазақ тіліне үйретіңдер. Біз әрине бізде француз шықпайды, ағылшын шықпайды. Қазақ болып қалады. Сол тілімен қалсын қазақ. Барлығына қуаныштайым, тойларың той қыласын. Аллаху акбар. Көненің көзі, асылдың сынығы, Асанәлі атамыз дүниеден озды. Алла мейіріміне алсын. Елімізде соңғы кезде бағдарламалар жиі шақырып қонақ қылып, және де мынадай сұрақты жаудыра түсті. Екі ұлыңызды сағындыңыз ба? Екі ұлыңыз жиі түсіңізге кіре ме? Деп сұрақ қойып отырып, сол сұхбат алып атқан сахнада үлкен LED экраннан екі ұлының суретін және видеосын жіберіп қойып. Ол кісі әрбір сұхбатқа келген сайын көзіне жас алып, жүрегінің осы әңгімені көтере алмайтынын айтқан талай рет. Кімге оңай болсын? Қос қанатынан айырылып, ол жайлы әңгіме қозғау әрине ауыр, тас түскен жеріне ауыр. Ал бізге, қазаққа, біреудің қайғысын тырнау, оның мұңайғанын, қайғырғанын көру қызық. Және де әрбір бағдарламаның соңында Асанәлі атамыздың екі ұлына арнап қайғырып жүрген кезде шығарған өлеңі болатын, мұңлы, зарлы. Сол өлеңді міндетті түрде айтқызады ғой бағдарламаның соңында. Ол өлеңді айтқан кезде ол жүрегімен айтады да, яғни жүрегі жылайды. Мен соны байқап жүрдім көріп. Осы атамызды көп қинап жіберді-ау. Бір көрсең әлеуметтік желіні бір сұхбат беріп жатады, екінші көрсең екінші сұхбат беріп жатады. Ана да жылап жатады, мына да жылап жатады, ұлдарын еске алып жатады, ана өлеңді айтып жатады, мұңды өлеңді. Ойлайтын, неге мына кезек-кезек қызық көріп жүр ме үлкен кісіні, жасы келген кісіні шақырып алып жылата беріп қайта деп. Енді ол әркімнің өзінің дәм тұзы әрине, бірақ дегенмен де ол әсер етпейді емес, етеді. Ол жас адамның өзіне де әсер етеді. Алла сақтасын. Туғаннан айырылу ауырмай сырқамай оңай емес. Соны неге түсінбеді? Түсініп тұр әрине, бірақ бізге біреуге сүйеу болғаннан гөрі бір-бірімізге, яғни үлкен кісіге хайп маңыздырақ болып тұр ғой. Асанәлі Ашимов киномыздың тарихындағы ең үлкен тұлғалардың бірі. Сол үлкен тұлғаның мансабы неден басталғанын айтып бергім келді. Өте қызық оқиға екен. 68 жылдары ол кезде жас өз жолын, үлкен жолын енді бастайын деп тұрған актер Бекежанның рөліне тағайындалады да қатты қуанады. Өйткені оның армандап жүрген рөлдерінің бірі үлкен тарихта қалатын жоба. Ғабит Мүсірепов жазған. Бір кезде оған Шәкен Айманов хабарласады. Қайнатасы жаңа Асанәлі. Шәкен Айманов хабарласады да, мен Атаманның ақыры деген керемет бір фильм жазайын деп жатырмын. Соған сені бекіттім дейді. Біраз ұялып Асанәлі ағамыз Шәкен атамызға мені Бекежанға бекітіп қойған еді, ұсамаймын ау деп мұңын айтады. Сонда Шәкен Айманов біраз ойланып, Қыз жібектің режиссері екеуі арнайы Асанәлі Ашимовқа арналған кесте құрады. Мына күні Бекежанды ойнайды, мына күні Шадияровты ойнайды деп. Содан екі фильмге де түседі. Асанәлі Ашимов Қыз жібек пен Асанәлі Ашимов атын алтын әріппен қазақ киносының тарихына жазса, Атаманның ақыры оны бүкіл Совет одағының кинематографиясына танытады. Жалпы қарап тұрсаң, Атаманның ақыры ерекше фильм. Кинематографиямыздың атаманы Шәкен Аймановтың соңғы фильмі. Дегенмен Асанәлі Ашимовты Совет одағынан паш еткен фильм. Еліміздің тұңғыш детектив жанрында жазылған, түсірілген фильмі. Шынайы оқиғаға негізделген фильм. Совет одағындағы ең алғашқы франшизалардың бірі десек болады. Совет одағының ең ұзақ франшизасы деген атағы бар. Өйткені 70-ші жылы бірінші бөлімі шықса, Атаман ақыры деген, 77-ші жылы Транссибір экспресс шығады, ол екінші бөлімі. Сосын 89-ші жылы Манчжуриялық нұсқа деген шығады, үшінші бөлімі. Және 2010-ші жылы Кімсіз Камырза деген фильм шығады. Ол төртінші бөлім Қазақстанда шығады. Асанәлі Ашимов идея авторы. Яғни 4 фильм және 40 жылға созылған Совет одағының жалғыз франшизасы сол Шәкен Айманов бастаған Атаманның ақыры. Қызығы, Атаманның ақыры фильмінің сценаристері Андрон Кончаловский және Андрей Тарковский. Тарихта алтын әріппен жазылған адамдар, алтын әріппен жазылған жоба. Бүгін келген хабар, сол франшизаны, жалпы сол қазақ фильмінің сол кездегі түсірілген
фильмдерін қарап шығудың бірден бір себебі шығар. Жаңа жаңалықтардан естіп қалдым. Асанәлі Әшімов қайтыс болыпты. Шокта боласың, шоктың шогы. Жатқан жер жайлы болсын. Вроде ол кісі осы аптада Астанада болған сияқты еді. Ана интервью, түнгі бір передачаға интервью беріп жатыр еді. Шын ба, өтірік па? То есть осы жылғы ма или бұрынғы видеоны көріп қалдым ба әйтеуір білмеймін. Сол кезде айтып отыр еді, балам оятты мені түсімде деп. Қарап тұрсаң ол кісінің тағдыры оңай болмаған ғой. Ойлаңызшы, екі бала, бір жылда екі баласы қайтыс болды. Баланың артынан қалу ата-ана үшін. Әйелі қайтыс болды. Майра, Шәкен Аймановтың қызы Майра Айманова деген. Кім? Асанәлі Әшімовті тегін адам болмаған ғой. Ол кісі Шәкен Аймановтың күйеу баласы болған. Біреу білсе, біреу білмейді. Сол Шәкен Аймановтың қызы Майра деген. Сол қызына үйленген. Кейін Майра қайтыс болды. Екі баласы қайтыс болды. Сағи Мәди деген. Сағи деген перекрестікті ойнады. Ана Шоқан Уәлихановтың жас кезін ойнады. Әдемі болып. Баласы әдемі болған ғой. Шок болдым ғой мен. Мен сенген жоқпын. Бірақ ол кісі білмеймін. 88 жасқа келіп, өз аяғымен өмірінің соңына дейін сахнаға шығып өтті. Осының өзі бір бақыт қой. Халықтың ықыласына, мейіріміне, шапағатына бөленді. Авторитет қой. Әртістердің ішіндегі ең мықтысы, ең президент еді ғой сол кісі. Авторитет еді ғой ол кісі. Жұмақтың төрінен орын алсын, жатқан жер жайлы болсын. Бұл қазақ мәдениетінің орны толмас потеря дейді ғой, қайғысы ғой, орны толмас қайғысы. Мен ойлаймын, бүкіл Астана, Алматы, бүкіл Қазақстанның бүкіл әртістері Алматыда болады шығар енді. Жерлеу рәсімінде, өйткені величина, понимаете, тұлға қайтыс болды. Білмеймін, ондай тұлға екінші болмайды шығар. Это легенда, орысша айтқанда. Жатқан жері жайлы болсын ол кісінің, иманды болсын. Ұлы тұлға Асанәлі Әшімов атамыз қайтыс болған екен. Жатқан жер жайлы болсын, иманды болсын. Аңыз адам, мықты адам, өнерде өз орнын ойып тұрып алған адам. Былай қимайсың, өмірде енді жоқ деп ойлауға. Бірақ та енді бәріміз Алла берген өмірді Алла алады демекші. Бәріміз баратын жеріміз бір ғой. Сондықтан да қандай жағдай болмасын, адам болып қалуымыз керек та. Адамдық қасиетіміз жоғалтпау керек бізді.